Базардағы балғын піскен көкөністердің барлығын майда етіп турап жіберіп, 40 градус ыстықта терлеп тұрып ішетін сорпа қыздар. Негізі дәмі өте керемет болып шығады. Күнделікті не тағам жасаймын деген кезде майларыңызға осыны салып жасап көрсеңіздер болады. Бұл ұйғырлардың почти ұлттық тағамы мампар сорпасы. Бізде негізі оңтүстік жақта көбінесе бұны тойханада сорпа ретінде көп ұсынып жатады, бірақ сорпасы олардікі басқаша болады. Біз әсіресе сол көбінесе оңтүстік жақ, өзім жаққа жауап берейін, сорпаны үнемі осылай қуырып жасаймыз. Бізде қайнатпа сорпаны ғана қайнатамыз да, қалғанның барлығын борщқа дейін қуырып жасаймыз қыздар. Міне осылай болып шықты. Мен мампарды қолдан жаймадым, өйткені мен жайсам ғып жіберемін да, сонымен қамыры қалып кетеді. Сол үшін аз ғана мампар сатып ала салдым. Сіздер қолмен жайып қоссаңыздар тіптен керемет болады. Менің осындай жеңіл рецепттер ұнайтын болса, мен осылай сөйлескен сияқты бір рецепт көрген ұнайтын болса, маған міндетті түрде жазылып алыңыздар. Ал сіздер жақта сорпаны қалай жайында